Сәлем, менің атым Жансая, және бүгінгі видео менің күнделікті макияжым қалай жасайтынын көрсететін боламын. Егер де сіздерге қызық болса бастайық, және егер де менің каналыма тіркелмесеңіздер, оны қазір тіркеліп кетіңіздер және лайк басып кетіңіздер. Егер де өздеріңіздің идеяларыңыз немесе ойларыңыз болатын болса, комментарийға жазуды ұмытпаңыздар. Ал ендеше бастайық. Басқаша түрім, бірақ блогтарда көргенсіздер. Мен бірінші бетімді жуып болғаннан соң мен макияжымды қалай жасаймын деген видеоны бастайық. Макияж жайлы видео сәл кішкене қызық болу үшін мен сөйлеп тұрамын. Сол үшін кішкене алдымен шашымды осылай жинап аламын. Жат етпес үшін кішкене бұл функциясын жақсы атқармайды, бірақ осылай. Бірінші шаг менде осындай сыворотканы жағамын, бірақ иногда жағуды ұмытып кетемін. Өйткені SPF бар деп солай жақпаймын. Бірақ бүгін мен SPF жақпайтын болған соң тек сыворотка осылай жағамын. Және менің кожам өте сухой, сол үшін менің бетім өте сухой, кожам, сол үшін ол сыворотка, крем, макияж алдын өте маңызды этап мен үшін. Сол үшін ладно, осылай жақсылап жағып шығуым керек. Өзім жайлы айтып кетейін. Мен макияжды өте сирек жағамын, настроениеге қарай, және кәдімгідей тон, макияж, тоналка сияқты full мейкап дейтін болсам, жасауды мен 10-шы емес 11-шы сыныптың аяғында, бірінші курста бастадым деп ойлаймын. Оның алдын мен жай ғана қасты, кірпікті бояп жүретін едім. Кішкене күте тұрайық, 1-2 минуттай. Мен негізі боянғым келетін еді, өйткені всегда осы бетімдегі сепкілерді, веснушкаларды жапқым келетін еді көрінбес үшін. Бірақ та қазір уақыт өте келе оны қабылдадым. Сол үшін прям тонналап тоналка жақпаймын, бірақ та кішкене жабылғаны нормально, ұнайды дегенім. Осы соңғы кездері мен бірінші семестрдің басында ғана күнде макияжбен бардым. Ал кейін қазір мысалға 2 аптада 1 күн ғана боянып барам. Өйткені кішкене жалко косметиканы құртуды да, сол үшін Ал менде тоналка Charlotte Tilbury'дан Airbrush Flawless дейтінді қолданамын. Ғана өстірдім. Мен Live Pro болған. Кейін ол кішкене ұнамай кетті. Мен алдымен осылай әр жерге жағып аламын. Кішкене. Кейін қолыммен осылай бөліп шығамын. Өйткені осылай спонжикта желініп кетпейді және жақсы жағылады деп ойлаймын. Кисточкамен жағуды әлі білмеймін. Удобно емес сияқты, сол үшін. Бірақ кисточкамен жағып көру керек сияқты. Сонымен жақсы дейді. Ал әзірше қолмен. Кейін, маған сол последний влогта, предпоследний влогта жазыпты, макияж жайлы видео түсіру деп. Содан кейін мен негізі ол видео шықпай жатып ойлап жүргеннен әшейін осылай макияж жасап жатқан кезде сөйлеп видео саламын ба деп. Кейін жазыпты, түсіремін деп. Вообще 1-2 аптаға жоқ болып кеттім. Одан алдын блог шықты, бірақ та солай
бір желанием да болмады ма, бір нәрсе болып кетті. Короче, негізі тез түсіремін деп ойлағанмын осыны. Еще мен түсірген кезде осы видеоны алдыңғы влогта айттым. Кәдімгідей полный түсіріп болған видеомда жоқ болып кетті. То есть видео записывать етілмеген. Енді мен осылай бөліп шыққаннан кейін спонжикті алып, сулап алған, жуылып, енді осылай кәдімгідей жағып шығамын. Жағып. Вот. Мен әзірше білмей жатырмын, каналымда влогтар больше өтеді ма, қандай контент ұнайтынын. Бірақ мне кажется, влогтар больше ұнайды. А вот подкаст мен вообще түсіргім келмей қалды. Өйткені подкасттың темасы не жайлы айтуға болатынын да қазір вообще ой жоқ, креатив та жоқ. Сол үшін идеяларыңыз болса жазып кетіңіздер. Білмеймін қазір. На видео макияжды, на видео монтировать еткен кезде қалайына осылай істеп отырып сөйлегенді қосатынымды. Мен бұны өзімнің күнделікті макияжым деп айта алмаймын. Өйткені күнделікті макияжға мен бұндай макияж жасамаймын. Енді келесі бізде Manly Pro уже бітіп жатыр. Осылай тек қана көздің астына. Сөйлемей қалғанымша. И так, енді бізде қас. Қасқа мен карандаш және гельді қолданам. Біріншіден мен карандаш тауып аламын. Міне. Карандаш менде білмеймін. Золотой яблоко алғам. Бірінші осылай кішкене тарап аламыз. Енді қасымыз жетпей қалған жерлерді осылай қасымыз бар сияқты қылып қоямыз. Мен негізінен ойлайтын бұл қатты бір разница болмайды деп. Кейін байқасам, кәдімгідей разница білінеді екен. Осы шет жақтарында ғана маған кішкене қас жетіспей қалған. Сол үшін осылай істеп шығамыз. Мен гель для бровей Пусидан қолданамын. Вот, короче, бүгіннен бастап мен енді бір жай ғана ютубер емес, кәдімгі бьюти блогер болсам болады. Разница бар ма жоқ па білмеймін. Вот. Бетіміз и қасымыз дайын. Макияжымыздың жартысы бітіп қалды. Енді мен көзіме тень жағамын. Қиналып ашасың, наоборот ашып отырды. Мен тек қана ашық түстерді қолданамын осы басындағы. Өйткені қара, қоңыр цветтерді қолдануға өте қорқынышты маған. Білмеймін не екен. Просто қатты қолданып жүремін деп ойлаймын. Сол үшін жай ғана осылай арасында по настроению жолдар, розовый сияқты цветтерді қолдануы мүмкін. Ана цветтер вообще жағылғаны, жағылмағаны да білмейді. Сонысымен ұнайды. Осылай өтіріп жағып шығамын. И қазір енді сәл
бетім бледный болмас үшін осы цветті қолданамын. И еще мен мына жаққа қарай беремін, потому что айна осы жерде. Типа осылай. Мен бетімдегі ең ұнайтын элемент па? Я. Қас. Я, қас. Кірпік дейін десем, кірпік менде түзу. Жай ғана түзу. Скучный кірпік. Короче. Оны қайыру керек. Бірақ қайрайын десең, кейін қайрадан түзу болып қалады. Ламинация жасау керек па, білмеймін. Маған кішкене хайлайтер керек, солай жағам. Жақсы макияж жасайтын адамдар мына видеоны көрмей-ақ қойыңыздар. Спойлер. Бітті ме менен? Я біттім. Жоқ, бітпеді. Фиксатор. Короче, пудраны аламыз. Пудраны тоже қолдануға болған. Потому что тон скатываться етіп кетеді деп ойлаймын. Сложно өте аз жағам. Макияж называется өте қорқыныш. Қорқып жасайтын адамдардың макияжы, короче. И фиксатор NYX. Кірпігімді қайрам. Видеода бір нормальный, кәдімгідей сөйлемедім. Сөйлеймін деп ойлаған едім, бірақ ладно. Просто обычный мен және менің макияжымды. Міне, кірпігімізді боядық. Енді менің кереметте күнде жасайтын макияжымның фазасы, процесі бұл менде ерін. Ерін менде карандаш осындай, көрініп тұрғандарыңыздай мен өте адал жанмын. Сол үшін кішкене үлкейтеміз осылай. Табиғи жолмен әрине. Кейін мен ортасына ерінінің өзін Селенаның помадасын алып жағамын. Бұл менде 2022, қазір 2024, 2 жылдық помада. И бітіп жатыр почти. Өйткені мен бұны только осы жылы ғана күнде қолдана бастадым, а одан алдын мен вообще қолданбайтын едім, потому что естелік деп просто қолданбайтын. Енді аны алып тастаймыз и все. Нормальный, ауру емес жансая дайын. Менің каналыма тіркеліңіздер, сау болыңыздар. Барлықтарыңызға осы видеоны көргендеріңізге рахмет. Менің каналыма тіркеліп кетіңіздер және менің басқа да влогтарымды, қызықты видеоларымды көрулеріңізді сұраймын. Пока.